Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау күндізгі ойлар мазалап жатыр. Жаңа мынандай бір ой келді. Мынау қазіргі шынымен егеменді Қазақстан, біздің мынау государственность деп, көбісі орыс тілді блогерлер, солар нағыз қазақтың жауы деп есептеймін. Өйткені шынайы біле тұра Қазақстан егемендігі жоқ. Демаркация границы Ресеймен тоқтап қалды. Ресей Қазақстанның егемендігін мойындамай қол қоймады. 4 облыстан. Енді осы жақында Ресей WhatsApp пен Телеграмды сөндіріп тастады. Кеше Қазақстанның қорғаныс министрі WhatsApp пен Телеграмнан бас тартамыз деп жарлық шығарды. Қайдағы егемендігі ел? Мынау нағыз мы за государственность, анау деп нағыз мынау Марғұлан Боранбай, Барейко, Диас Көзаиров қатар айқайлап отыр ғой, патриот біз, аналар из-за рубежа сидят. Нағыз солар Ақордаға қызмет етеді. Ақорда тікелей Москваға бағынады. Қараңыздар, логика қайда? Онда екі ұлттық қауіпсіздік комитетінің офицерлері, Мейрам Қаратаев пен Талғат Жақанов, офицерлер Киевке барып Қазақстан Республикасының азаматын Айдос Садықовты атып кетті. Сонда егеменді елдің офицерлері сонда өз қазақтарын солай ату үшін жаралған ба? Негізі солардың функциясы сол ма? Немесе қорғаныс министрі, Қазақстанның әскері халыққа оқ атуға дайындалып жатыр ма? Қаңтарда көрдік қой. Қараңыздар, Қазақстан парламенті орыс тілін қорғау туралы заң қабылдады, ратификация жасады. Қараңыздар. Мыналар Марғұлан Боранбай, Диас, Ерғали, солардың уровенде. Вот мы независимая страна, Россия хочет на нас напасть деп халықты зомбировать етіп жатыр. Нағыз жауыз солар. Хочет напасть емес. Қазақстан болды. Қаңтарда толық мен есептеймін. Өйткені қараңыздар, орыс тілін қорғау туралы заң не үшін керек қазақтарға? Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Айдос Садықовты атып кетті. Қазақстанның сыртқы істер министрлік қызметкері Киевте жұмыс істеп, Польшаға барып, Ресейдің ФСБ-сіне ақпарат жиналып ұсталынып қалды. Сондықтан мен ойлаймын, осы айқайлап жатыр ғой, вот Марғұлан Боранбайдың риторикасы, они раскачивают лодку, хотят, чтобы Россия на нас напала деп. То есть они знают, Марғұлан Боранбай знает, что мы полностью под ФСБ. Но қазақтарды оболванивать етіп жатыр да. Вот, если сейчас эти из-за рубежа раскачают, Россия на нас нападет. Россия не нападет на нас. Россия полностью контролирует Казахстан. 100%. Акции Казмунайгаз передали российским компаниям. Казатомпром полностью акции. То есть 100% Казахстан. Мотоциклы Урал, КамАЗ, все заводы, фабрики Казахстанға санкции обходить, чтобы обходить, переехали в Казахстан. Это все знают. Но почему? Животный страх. Они на крючке, их могут обратно. Марғұлан Боранбай может 3-й раз сесть в тюрьму. Он сейчас думает, что его пронесет, он, наверное, думает. Его же опять могут слить. Опять он
Он как он не понимает, он бір звонок, сейчас куратор поменяется, или там Борода в кино не понравится, опять сядет. Ну, Диас Кузеев, ладно, он тупой ол. Енді ол жай. Ему надо выживать. Он айтпай-ақ қойын. Поэтому те, кто больше кричит, мы там независимая страна, нам надо оборону усиливать. То есть это они говорят, что надо усиливать оборону России. Потому что они оболванивают. Қазақ өз аудиториясы бар ғой. 100 мың, 25 мың соларға айтады да, жоқ, біз тәуелсіз мемлекетпіз. Қайдағы тәуелсіз? Халық жынды емес қой. Халықты енді алдай алмайсың. Халық біледі. Біз егеменді ел емес екенімізді біледі халық. Болған емес бізді. 91 жылдан бастап 34 жыл заңдар орыс тілінде қабылданады. Қайдағы егемендік? Қайдағы егемендік? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалары бәрі Москвада тұрады. Бәрі академия ФСБ бітірген. Қайдағы егемендікті айтып жатсыңдар? Сондықтан мынау өте қауіпті риторикада біз егеменді ел деп көп айқайлайтындар нағыз қазақтың жауы солар. Қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ма, келіспейсіздер ма? Комментарийда жазыңыз.